әдемі, неткен сұлу жан еді, махаббатқа әлегі әдемі. Орындалар арман, болсаң менің жан-жаным, сала көрме жанымның арманым. Bir қыз көрдім әдемі, неткен сұлу жан еді, махаббатқа әлегі әдемі. Орындалар арман, болсаң менің жан-жаным, сала көрме жанымның арманым. Қиылдан қыстады, қолым қара шаштады, өзіңе ғашық, майымды тастады. Қиылдан қыстады, қолым қара шаштады, өзіңе ғашық, майымды тастады. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, өзің жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, өзің жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Жағдайымды білесің, тағы күліп жүресің. Кездесуге шақырсам, анам кетіп келесің. Баса бере жаныма, махаббатым тағы да. Алаңдашу шақырма, жақындасаң жаныма. Алаңдашыны көрінбай, соқтырмай, әр күн yanımda вай-вай. Алары баршыны көрінбай, соқтырмай, әр күн yanımda вай-вай. Алары баршыны көрінбай, соқтырмай, әр күн yanımda вай-вай. Алары баршыны көрінбай, соқтырмай, әр күн yanımda вай-вай. Ay mamacan, mamacan, kızımızları mamacan. Ay mamacan, mamacan, sama kalın mamacan. Ay mamacan, mamacan, kızımızları mamacan. Ay mamacan, mamacan, sama kalın mamacan. Showtime, are you ready? Like this. Енді қызметте жүрген ағалар, сыртта жүрген қонақтар ішке алып біріңіздер. Осылай сөйлей берейін, а? Би далада ғой. А? Би далада ғой, көзімізге айтамын. Би далада? Қаяқта билейін? Жоқ, дала болғанда көрші комнатада билейін. Көрші бөлмеде. Ол сыртта ел жұрттың бәрін жинап алып. Ал енді руханиятқа алып отырыңыздар, ән жолдап берейік.
мен жарылмайын шығармын. Ал енді өнер саласында жүрген Қуаныш Спант деген ағамыз бар. Қызыл көйлек әннің авторы. Ол бір әнді орындап берейік. Қызыл көйлек кімде бар? Қызыл көйлек кімде бар? Қызыл көйлек кімде бар? Ben özüm қызметке келдім. Ал енді жағы бір қолсан орындап бердік. Біз қандай ән айттық өзі? Біз қандай ән айттық? Кім тыңдады? Ойбай, екі адам тыңдапты. Екі адам тыңдапты. Бұл енді ағайын кеше бір қақыраған қысты күні бір тойда жүріп, бір екі апам отырып еді, әңгіме қылып. Содан даусымыз ұлап қалды ма, балам, шырағым жүк болсын деді, қаяқтан білейік оны. Үстпен берлік айтып аттап, екі апам әңгімен бастады ғой. Мен де тыңдадым бұл кісі не айтады екен деп. Сөйтсем айтатын солай, шырағы алдымыз қыс басталды. Мынау Жентайдың галошына қарағанда, Шымкентте галош 50 теңге артады екен деп бастап сөздің басты. Кейде осылай болады, әлдің арасында әңгіме кетіп қалады. Менің бір құлақметтен көрген бар еді. Сол кісінің әйелі өзімге бір таман жарым деді.
Günlerden göndeşe padırıştırmayın, anladım sırlayıp koyma, Oğuzumuzun kulağımın şarttan gezerek babındayım bak değildi. Hayatta biz padırıştırmaya ayıplar, diyelim Allah şartım, ayağına tiyiz böyle tiyiz fazla kılana. Söz bastırdı, hey, şalom, Oğuzun kulağımın şarttan gezerek babındayım bak değildi. Sen köyünü de tercümanı gibi. Sonra bakamazsın ağayı. Енді мен сізді бекердегі жасамасам жоқпын ба? Ой, тарих басталған ау дейміз ja. Ал енді мен тілекті қойсай деген әңгіме бар, қамайық. Сабылға салынайық ағайын. Ey texnikada damp ketdi da. Texnikada damp ketdi da. Endi ertaga bir kun Ashim bilan Shaston nemirasi uyda televizorda kino ko'rib жатыр deydi. Sonda kinoning ichida ona so'zda yo'q, bularning zanglig'iga. Son kinoda qiz bilan suyisib o'tirdik. Sonda nemira so'rabdi, "Ashe, ana kun istemadi o'zini." Sonda Ashim aytdi, "Day shirag'im esini aytasiz. Ana o'tgan apshik tushib, sonra ko'ngildan shaytab qo'yadi" deb aytdi. Al endi bu nag'ız texnikan damg'an kelsa, al endi sizdan bir o'tinish sabrlikqa salmaylik ag'ayin. To'yning basida qanday o'tgan edi? To'yning basida qanday o'tgan edi? Ishga borgansiz, sirtqa chiqib жатыр. Sabr ag'ayin. Men endi biroz kudekti bo'lsa, qizlarimiz var, kuyov bolalarimiz var. Ag'ayinlardan ondan biroz o'tib olaylik. Biz endi qizni siylab qazaqmiz. Atam qazaq ko'sh ko'rikda bo'lsin deb ko'shning basida qiz bolasin qo'ygan. Men so'nduktan da Elmira xonim boshlagan Murat, Gulmira, Azimxon, Nurgul Asqar esinde qizlar kuyov bolalar chaqirayın deb o'tirmiz. Kele qo'yingizlar, bar bo'lsangizlar, aysa bilan deb qarshi olaylik. Ayollar qaldı boshlagan. Kele qo'yingizlar chiqani. Qizlar kuyov bolalar. Kelingizlar. Kelingizlar ağalar. Qaldı ayollar, kele qo'yingizlar chiqani. Kelingizlar, qizlar kuyov bolalar. Bana şartlıkta bir geniş kaldırı, adette bugün ağından çağrılatından hoş geldinizler. Hoş geldinizler. Şangırıkta, alemde. Bana bugün taqirib, keşimizдің taqirib başınızda мәлім. Mene bu evlette bir adam kızıqatday otbasa ko'rib quvonib жатырмыз. Menen telefonun basını ülkenlerden bastayım. Çezden bak. Çez, aytayım aytmastamшы. Роман елуге толып деген бала білет құтты болсын. Екеуінің өмір жақтан ұзақ болып бала шығады қыздың көбіне. Солардың ішінде көбі бізде жүрейік. Жасыңа жас болса берсін. Tamam, rahmet. Кеше анау қайнымызға бөліп, кішкене кезіндегісін айтты. Кішкене кезіндегісін айтпайсың ба менің? Ал, құтты болсын, Құдағаласында той. Інім бауырым кішкентай кенжеміздің жаңағы осындай жақта келгенде Құдайға шүкір. Осындай қосағымен қосаға ұл қыз өсіп, жақсы тәрбиелі. Оған да Құдайға шүкір. Осындай той істеп, бұл тойдың тренировкасы деп жатырмыз ғой. Құдағаласа. Екеуі бақытты болсын, үгірлі шүгірлі болсын, немере шүгірлі шөпше сүйсін. Оның ұяға қызын қияға қондырсын. Істеп жатқан жұмыстары алға баса берсін. Ел тыныштық болсын, торсыз заман болсын. Дүниедегі барлық жақсылықты тілеймін екеуіне. Тек қана бақытты болыстарын, қуаныштарына біз куә болып, ағайын туысқан куә болып жүре берейік. Rahmet. Бүгінгі Роман туған күні құтты болсын. Біз Роман екеуміз жас ерекшелігіміз қанша үлкен болса да, Романнан кейін мен екеуміз тете өскенбіз.
ағасы жақсы қандайды, алдыңда асқар таудайды дейді ғой. Раман ағамызға қандай жақсы тілек айтсақ та, қандай жақсылығын айтсақ та, ешқандай кемді кетпейді. Барлықтарыңыз білесіздер қандай екенін. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Ақылшымыз, кеңесшіміз, қандай жағдай болса да қол жәрдем, сөз жәрдем еш нәрсесін аяған емес. Оның қасында жеңгеңіз қандай, алтындай жеңгеңіз бар. Өсіріп отырған ұл қыздары қандай. Алла тіл көзден сақтасын деймін. Тіл көзден сақтасын, тек жақсылық болсын. Құдай қаласа тойға ұласып, тойлар ары қарай жалғаса берсін. Төрт көзіміз түгел болып, сіздермен біздер соған қарай болып жүре берейік. Ama yeni gazımız olsun, aramızda elimizde yaksı toyumuz bilgisinin aydatlı sözüm var, kanlarsın sayın. Кешір құрметті қонақтар, бүгін бәріміздің басымыз жиналып отқан алтындай ардақты ағамыздың 50 жасқа толып отыр. Тойдың үлкен кішісі, бұл да үлкен той. Тәте, жеңгеміз екеуміз ұзақ қартайыңыздар, Алланың берген жасын жасап, ұл қыздарыңыздың тек қызықшылығын көріңіздер, Құдай қаласа. Жаманшылық көрмеңіздер. Келесі тойда Құдай қаласа қыз ұзатқан келін түсірген тойдың құлагері болып, сіз біздерсіз бәріміз төрт көзіміз түгел жүре берейік. Қошын адамыздар, елі құрамды ат қойыңыздар. Қойманыңыздар, масырамын көршілік, құлар жегілді, қайнаға, құда қаласа жежемен бақыт болыңыздар. Терен қартайыңыздар, Құдайға шын Құдайдың берген алғыз перзенттерінің қызықшылығын көріңіздер, өсіңіздер, сіздердің тойларына лайым жақсылықта тойда келсе берейік. Құда қаласа берді бөтен ешкім жоқ, қайнағалар отырып, құдалар отырып, құдаласа бәрісінің қуанышына келіп отыр. Қуанышы ортақ. Терен қартайын сіздердің жасағандар бізге бере берсін, өсейік, өлейік, Құда қаласа 50 жасын тағы жарқын жасай беріңіз, Құдайдың берген өмірін жасаңыз, ойнайық білек осы балықтардың Құда қаласа тойларына қызмет етіп жүріп ойнап күліп жүрейік, Құда келін алыңыз. Құда қаласа мына ақсымен кішігірім болғанмен жасын келдіге шығып кетіп, дәу тойында болайық. Ойнайық, күлейік. Жоғарда отқан үлкен кісілерге алғыс айтамын. Тек тойға. Қайнаға, сіздің тойыңызға тек жақсылық берейік. Өздері өлейік. Рахмет. Қайната дейін да. Мен өзі бақытты күйеу боламын бұйырдым. Мен екі қайнатам бар. Біреу Сүйінбай қайнатам, екінші Раман қайнатам. Қайнағамыздың енді ең тұңғышы екеуміз тоқтамыз. Қайнаға туғанымыз құтты болсын. Құдай қаласа Алланың берген жасын жасай беріңіз. Осы үйде әрқашанда той болсын, тойға келейік. Сіздер осы жерде отқандардың барлықтан біздер той болсын, әрқашанда тойда келесейік. Әрқашанда сіз біздесіп күліп ойнап жүре берейік. Рахмет сіздерге. Тәте, жеңге, туған құтты болсын дейді тәте. Жеңгем екеуміз бақытты болыңыздар. Сіңлілерім, қызығын көріп жүре беріңіздер. Мына кісі Әсеттің қызы болса, ана Сүйінбайдың қызы, мен Раманның қызымын. Тек тойда керек Құдай қаласа үйлеріңізге. Үлкен той бола берсін. Сіңлілеріме жезделер сияқты күйеу балалар бұйыра берсін. Кешіріңіз, құрметті қонақтар, бүгінгі Раман ағамның, Раман тәтемнің қуанышына туған күнде жиналып отқан қауым. Аға жеңге, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Бұдан үлкен тойларда жинала берейік, төрт көзіміз түгел. Мына жерде айтып жатыр, жездем бақыттымын, екі қайнағам бар деп, қайнатам бар деп. Ал мен одан да бақыттымын, өйткені осы әулеттің ең кішкентай
қарындастарым, ағаларым, жезделерім. Менің бақытты адам жоқ деп ойлаймын. Мен сияқты бақытты болыңыздар барлықтарыңызға, шаңырақтарыңызға береке, ынтымақ, тек жақсылық, достық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Міне керемет салиқалы тілек лебіздер болды. Періште Аллаға меңдесін. Міне өз Роман көкен бір шаңырақтың тірегі, ал енді ол қыздарға басшылық етіп, Құдай қаласа келін алыңыз, қыздарыңыз ұзатыңыздар, керемет тойдың куәсі болып, тек осы шаңыраққа той деп келіңіздер, шаттық деп аласай қардақты ағайындар. Ал енді бір суретке шығыңыздаршы. Фото тұрып қояқта. Бар ма? Айтыңыздар ау. Мына бүгінгі сурет ертеңгі тарих деген. Енді бір суретке шығыңыздар. Құрметті жақсылар, өзі жаңа көкемнің қайын жерде керемет тілек тақтады. Одан бермен қарап, жора-жолдастар айтып жатыр. Қыздар қауымына, күйеу балдар, әпке шешелер айтты. Ал енді бір ауыз тілекті өзі той келе шарт болғанмен үш адаммен бітпейді. Той ағайындығы, қызмет ағайындығы арқылы. Bir жағынан бас шығарып, бір жерінен қол шығарып, осы бір тойға атсалысып, қызмет шәкір жатқасын, менен де ағайындар шақырайын деп отырмын. Солай екен, жағы тойда ашып берген Сүйінбай адам бастаған. Сонда апам бар, Оңалбай, Айсұлу, Әбубәкір, Халту, Қалжан, Тұрсынкөл, Нұржан, Зина, Ержан, Зухра, Ербол, Ақмарал, Есімді, мен жалпылама ағайындарда тілекке шақырайын, берғайындар, ағайындар, ән салып беймейін, қалайындар, қалғыты. Ағайындар, ағалар, жеңгелер, келіндер, рахмет, қош келдіңіздер. Ал енді өзі ағайынның бар жерде басында аруағын, ағайынның жоқ жерде шайылда қалар бармағын деген. Міне, ал енді сөз басында айттық, той деген бір адаммен бітпейді, той ағайындың, қызмет ағайындығы. Енді мен өлгендерден бастайын енді. Ассалаумағалейкум, мен жібере бердім. Өйткені мен әсеттің баласын ғой бәке, біледі ғой, әбегім қол көтеріп тұрған. Өйткені әсегім тұңғысың ғой мен, қалай сөйлесін бола береді ғой, әбегім айтты бола береді ғой. Әбеге, бұрынғының сөзі бар ғой, әкең өлсе де әкең көзін көрген өлмесін деп, әбеге көкемнің көзін көрдіңіз. Мен көкеммен сыйластыңыз, көкемнің қызықты әңгімелерін естіңіз, соның жалғасы біз ғой енді. Біз енді топ айта алмаймыз, бірақ шет жағызды айтамыз. Әкем айтып еді, бірінші өзіңді жарылқа, онан кейін ағайын туыс, онан кейін жекжат жарылқа деп. Мінекей бүгін Роман балаңыз өзін жарылқап отқан мынау, өзінің қайын жұртын, өзінің туыстарын шақырып бүгін бір тамақ берейін, ойнатып күлейін деп. Мінекей әбеке, сіз бен біздің арқамыз ол. Сіз бар жерде, біз бар жерде осындай ой күлкі болады. Мынау шалқайып жүргенде, талтаң басып жүргенде, Роман мен қызыңыз сіздің арқаңыз ғой. Ол кім айтпаса да, мен ол точно айтам, ол басқа ешкіміз жоқ. Не деймін, мынау 50 жас ел ағасы дейді.
Бұғанда біраз айтамай кетіп ем, біраз сөз айтайын да, әбілге рұқсат берсін. Ол сізде рұқсат, ол басынан ешкім рұқсат бермейді маған. Мынау Роман інім сіздің балаңыз. Осында бүгін бас қосып, өзім туыстарыма, атама, бажаларыма, балдыздарыма бұл шақырып тамақ беріп, солардың бір батасына, соның рахметіне бүгін бас қосқан жайымыз бар. Ол жекжат жетеді, тамыр жетеді Романға, туыс жетеді, ол қаншақты қайқты шақырам десе де, енді өзім жарқайын, соны кейін барып, артысы жұрт жарқайын деп бүгін істеп отқан жайым бар. Мына қызыңыз диплом алған, ана қызыңыз диплом алып жұмысқа тұрған, әйтеуір бәрін басын қосып, бүгін сіздер мен біздің басымыз қосып, бір тамақ беріп, бір қуанышқа бөлейін деген жайы бар. Сол қуаныштың куәсі болып отырмыз. Сіз бен біз, басқасын білмеймін, сіз біз мінекей қуаныштың куәгері болып, айналайын достары бар. Сәбит, Сәбит деген досы бар. Мінекей айналайын, мінекей тошқа болмайды, тошқа автобусқа болмасын деп жатыр. Сөзіне жаныстырмасын. Әбілге, сөздің тобықта түйінін айтайын енді. Сөйтейін ба? Тобықта түйінін айтайын. Жұрттың бар менің сондай бір қалдырам ғой. Бұнақта өзі алты ағайындың ғой. Алты ағайынды өзіміз біле бересіз. Ол айтылының басынан қайзет шықпайды. Сол өзімді тете болғаны кейін екем жай жалдасамыз, төбелесеміз, қайып жарасамыз жақеміз. Тәрбиенің сонда өзі. Әбілге білесіз ғой, әбілге ырзабы сол, не басқан өзіміз сол. Енді сөздің тобықта түйін айтайын. Мынау Роман інім бүгінгі 50 жас ел ағасы. Енді мүлкін халықтың азаматы, халықтың сүйікті азаматы көресін. Соның артына ұлым менен қызы еребесін айналайын. Мен айтарым, бақытты, дәулетті, арысты, жемісті, байлық, дәулет, мен қызы мен балама беребесін дейін. Мен оңмайым сөйлесін кейін. Саған сөз жоқ. Құрметті ағайын, туыс, бауыр, жежақтар, арасында жүрген аз сөйлейін деп жүзден бас сөйледі. Кім ағайындар, туыстарым, Романның достары, келгендеріңізге рахмет. Туыс ағайындар, құдалар келгендеріңізге рахмет.